Кайырлы күн. Кай жактан келдиңиздер? Біз осы Тараздан номері 8-ші мектеп гимназиясы Төле би атындағы мектепте отырмыз. Жақсы. Бүгінгі ойынға көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Бірінші орын атамыз деп ойлаймыз. Бұл ойынның атмосферасы маған өте қатты ұнап тұр. Прям жақсы оқушылар келіп жатыр, әр жақтан, әр облыстардан, аудандардан келіп жатыр, яғни. Барлығына сәттілік тілеймін, барлығы дайындалып келді деген үміттемін. Ал өзімізге жегіз. 2, 3. Шықпай қалды тағы рет. 1, 2, 3 кәні. Қайырлы күн. Қай жақтан келдіңіздер? Ханов атындағы номер 1-ші гимназия. Жалпы бұл ойынға бірінші рет келіп тұрсыздар ғой. Бұл ойыннан қандай эмоциялар күтесіздер? Себебі менің ойымша бұл үлкен жарыс. Және де біз жеңімпаздардың қатарында боламыз деген үміттемін. Жақсы. Әр топ болғаннан кейін өзіндік ұрандар бар. Сіздерде ондай бар ма? Ұран бойынша. Бізге жеңу үшін ұранның керегі жоқ. Жақсы. Біз Жамбыл атындағы нөмірі 5-ші мектепке келіп отырмыз. Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Әр топтың өзіндік ұраны немесе стимулдық сөз бар. Сіздерде ондай бар ма? Әрине. Көкбөріде жүректі қайраттымыз, жігеріде білімді айраттымыз. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Достар, бүгін Әулие-ата кітап оқыту өнер жобасы аясында ой шебері зияткерлік ойынды бастаймыз. Барлықтардың қатысушыларға сәттілік тілеймін. Құрметті көрермендер, құрметті қатысушылар, бүгін кереметтей Тараз шаһарында біздің ой шебері атты интеллектуалды ойын ойналып отыр. 500-ге жуық балалар, 500-ге жуық оқушылар қатысып отыр. Қазір алдағы уақытта сол балалардан, оқушылардан пікір алмасатын боламыз. Ойын қалай өтті? Ойын өте күшті өтті, маған ұнады. Алғашқы үштікте бармыз деп ойлайсыз ба? Негізі бар деп ойлаймыз. Бәріне дұрыс жауап берді деп ойлаймыз. Сіздер оқыған кітаптар мен сұрақтар сәйкес келіп жатыр ма жалпы? Әрине барлығы сәйкес келді, тек өлеңдер жинағы болмаса. Енді мынау ой шебері интеллектуалды ойын 10 балдық бағалау жүйесімен бағалап беріңізші. 10-да 10 дейінші. Рахмет, сәттілік. Дайындалған біздің ой шебері зияткерлік ойынымыздың Әулие-ата кітап оқыту өнердің мәресіне жетуде, соңғы сұрақтарын қойылуда. Енді есеп және нәтижесі адал, әділ, ешкімнің ала-жібін аттамай нәтижесін көретін боламыз. Балалардың еңбегі бар, дайындалған, білім алған, сол үшін де шын мықты жеңіске жетеді деп мен ойлаймын. Осы ой шебері интеллектуалды ойынын 10 балдық бағалау жүйесімен бағалап беріңізші бізге. 8-де 10. Рахмет, сәттілік. Кешіріңіздер, ойын туралы бір-екі ауыз сөз айтып жібересіздер ма? Жалпы қалай болды? Ойларыңыздан шықты ма? Ойын өте керемет ұйымдастырған негізі. Шынайы, керемет сұрақтар да барлығы. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Осындай байқаулар, әсіресе кітап оқу байқаулары көп ұйымдастырып тұрса екен. Қош келдіңіздер. Бүгінгі ойын туралы өз ойыңызды айтып кетсеңіз. Ойын өте керемет жоғары дәрежеде өтті. Бәріміз өте сенімді болдық, бірақ та сұрақтар өте қиын болды десек болады, бірақ барлығы әділ түрде, барлығы жақсы өтті. Сіздерге үлкен рахмет. Рахмет. Сұрақтар қиын болды ма, оңай болды ма, соны айтып кетсеңіз. Ең алғашқы кезеңде біз күтпеген сұрақтар болды, шыны керек, біраз ойланып қалдық. Бірақ та қалған 5 кезеңде тек қана біз оқыған мәліметтер ғана келді. Соның арқасында өзімізге сенімді жақсы жауап бердік деп үміттенеміз. Рахмет. Жетекшілер, жетекші. Бүгінгі оқушылардың ұйымдастырылған ой шебері интеллектуалды ойынның бағалау деңгейін айтып жіберіңізші бір 10 балдық жүйемен. 8-де бағалауға болады. Өздеріңіз енді биік шыңнан көрінеміз деп ойлайсыздар ма, иә? Сәттілік, рахмет. Саламатсыздар ма қыздар? Ойын туралы бір-екі ойларыңыз? Ойымыз күшті болды.
кішкене қиынырақ болды бірақ оқыған адамға ол оңай болды деп ойлаймын. Зияткерлік ойынды 10 балдық жүйемен бағалау жүйесінен бағалап жіберіңіздерші. 10-дан 8. Рахмет. Үшеуі үш түрлі сан айтты. Күшті, керемет. Рахмет, қыздар. Бүгінгі ой өте қызықты өтті. Ол ойымызды ой шабуылы дейді ғой. Сондай әсер қалдырды. Менің ойымша бұл бізде кейін ары қарай дамуға, тәжірибе алуға өте әсерін тигізді. Қалай ойлайсыз, сіздер оқыған кітаптарда жастарға оқуға қызығушылықтарын қалай арттырса болады? Өз ойыңыз, ұсынысыңыз. Қазіргі кезде кітаптарды көп оқу үшін андай жарыстар, осы кітаптарға байланысты жарыстар көп өткізу керек. Сол кезде мотивация ойына да ашылады. Рахмет. Сәттілік. Ойын туралы ойыңыз. Керемет болды әрине, бірақ бірінші кезеңнен қадалып қалғанымыз бар да енді. Қай мектепсіз? Сарысу ауданы Мұхтар Әуезов мектеп гимназиясы. Қай класс? 10 класс. Бірақ ойын өте қызықты, сұрақтар да керемет қойылған жаңағышы. Майдаланбай, нақты. Ұнады барлығы, керемет. Сіздер оқыған кітаптар мен сұрақтар сәйкес келіп жатыр ма? Я, нақты. Барлығына жауап бере алдық именно кітаптарға. Жаңағы бірінші кезеңде тарих бойынша, география бойынша келген кезде енді ойланып қалғанымыз бар. Рахмет. Өздеріңізді бүгін биік шыңдардан бас жүлде бірінші орын аламыз деген ойларыңыз бар ма? Енді көреміз, үмітсіз шайтан дейді ғой. Құдай қаласа көре жатармыз. Рахмет. Есіміңіз? Жансая. Жансая, рахмет. Күшті. Сарысу ауданы Мұхтар Әуезов атындағы мектепте. Айдар ауданы Меркі ауданы Мұхтар Әуезов